Құрметті отандастар, әріптестер, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Мұрагер ассоциация мүшелерінің ұйымдастыруымен Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл толуына орай өмір дерек тақырыбындағы челленджімізді бастаймыз. Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы 5 қыркүйекте Қостанай облысының Торғай өңірінде дүниеге келген. Ол жазады: "Мен Торғай уезінің Тосын болысының номер 5 ауылының қазағының баласымын. 1886-1891 жылдары 2 класстық Торғай училищесінде оқыдым. 1891-1895 жылдары Орынборда оқыдым. Ал 1895 жылдан бастап Торғайдың әр жерінде бастауыш училищелерде, мектептерде жұмыс істедім" деп жазады. Ахметтің 13 жасында оның әкесі Байтұрсынның ауылына келіп, зорлық-зомбылық көрсеткен, уез бастығын сабап, 15 жылға бас бостандығынан айырылып, Сібірге, катырлыққа жұмысқа айдалады. Осы оқиға Ахметтің ерте есейіп, күрес жолына түсуіне себеп болды. Ахмет ұлы ұстаз, қоғам қайраткері, қазақтың бір туар азаматы. Шығармашылық өмір жолы. Ахмет Байтұрсыновтың шығармашылық мұрасы мол. Әлпе, сауат ашар, оқу құрал, әдебиет танытқыш, 40 мысал, маса төл тума және аудармалар. Ахмет Байтұрсынұлы: қазағым елім, қайқайып белім, сынауға тұр таянып, талауда малың, қамауда жаның, аш көзіңді оянып, қанған жоқ па әл ұйқың, ұйықтайтын бар несиқың. Қазақтың ақыны, әдебиет зерттеуші ғалым, түркітанушы, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері, қазақ халқының 20 ғасырдың басындағы ұлт-азаттық қозғалыс жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, қазақ тілі білімі мен әдебиет ғылымдарының негізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы, Алтын Орда өкіметінің мүшесі. Әдебиет танушы Ахмет Байтұрсынұлы қазақ ауыз әдебиетінің үлгілерін жинап жарыққа шығаруда зор еңбек сіңірді. Әдебиет саласындағы алғашқы зерттеуі деп, оның Қазақ газетінің 1913 жылғы 3 санында шыққан "Қазақтың бас ақыны" деген көлемді мақаласын атауға болады. Онда қазақ халқының рухани өмірінде Абайдың аса ірі тұлға екені, өмірбаяны, шығармаларының мазмұн тереңдігі, ақындық шеберлігі, поэтикасы, орыс әдебиеттермен байланысы туралы айтылған. Ақын мұрасының эстетикалық қадір қасиеттері ашылған. Ахмет Байтұрсынов зерттеуші. Ахмет Байтұрсынов ең алдымен қазақ балаларының ана тілінде сауатын ашып, әрі қарай қазақ тілінде оқуын жалғастыруға көп күш жұмсаған ағартушы. Ағартушылық мақсаты өз алфавитін жасау, оқулықтар жазу. Осы мақсатты орындау үстінде ол қазақ тілін, оның дыбыстық жүйесі мен грамматикалық құрылысын баяндап, талдап, танытқан зерттеуші. Әрі сол зерттеулердің негізінде әліпби, маса, 40 мысал атты оқулықтарын жазған. Байтұрсынұлы қазақ халқы үшін қасиетті есім, өз ұлтының бағы жану үшін өмірдің барлық саласына араласты. Бұған оның атақ даңқы дәлел. Ұлт мәселесі талқыға түскен заманда, елді қалайда болмасын біртұтас болуға мақсат еткен алаштықтардың есімі еске оралған кезде, Ахмет атамызға соқпай кету мүмкін емес. Ұлт болмысын сақтап қалу үшін әр салаға өлшеусіз үлес қосты. Ахмет атамыз жайлы жазбау алаш ұрпақтарына үлкен сын. Оның ерлігі, адалдығы, отан сүйгіштігі, адалдығы талай жанның бойына шабыт беріп, жанына қуат сыйлады. Ахмет атамыз ақырғы сәуле көзден шылт еткенше қазақ деп, алаш деп өтумен болды. Ол сөзімізді Сәкен Сейфуллиннің өзге оқыған қайраткерлер атап қуып жүрген кезде, қарапайым халықтың қамын ойлап, мұң-мұқтажына көңіл бөлген патшалық Ресей заман кезіндегі бір ғана тұлға ол Ахмет Байтұрсынұлы болатын деген сөзі ағасына деген шынайы пейілмен айтылған інілік көзқарасы болатын. Сол замандағы бар ауыртпашылықты арқасына артып, бойына қазақилық сіңірген Ахмет атамыз бүгінгі ұрпақтың кемеңгері. Ол кісінің әрбір
айтқан сөзі, ісі бүгінгі ұрпақтың санасына мәңгілік оттай жанып тұрмақ. Әр қашанда тыныш болсын түніміз, шуақ шашсын ашық аспан күніміз. Тарихшыларына Кербұлақ ауданының ары қарай жалғайтын эстафетаны жолдаймыз.